Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге қалампырдың пайдасы мен зияны, оларды қалай дұрыс пайдалану керектігі туралы, сондай-ақ күн сайын қалампыр бүршіктерін шайнайтын болсақ, денемізге не болатындығы жайлы айтқымыз келеді. Арнаны ауыстырмаңыздар және барлық осы сұрақтарға жауаптарды жіберіп алмау үшін роликті соңына дейін қараңыздар. Ал роликтің соңында біз сіздермен қалампырды қолданудың тиімді емдік рецепттерімен бөлісетін боламыз. Қалампырдың шығу тегі. Қалампыр миртовый тұқымдасына жататын тропикалық қалампыр ағашының кептірілген гүл бүршіктері болып табылады. Дәмдеуіш әртүрлі тағамдарды, маринадтарды дайындау үшін, кондитерлік өнімдер мен консервілер өндірісінде, сондай-ақ медицина мен парфюмерия жасауда қолданылады. Малукка аралдары қалампырдың отаны болып саналады. Тағы бір қызықты факт. Ежелгі Қытайда қалампыр сергітетін құрал ретінде қолданылған. Тіпті мұнда ереже болған. Императордың алдына барарда міндетті түрде аузынан жағымсыз иісті бейтараптандыру үшін бірнеше қалампыр бүршігін сору қажет болған. Қалампырдың пайдалы қасиеттері. Қалампыр бүршіктері ауызды күйдіретін дәммен, ащы хош иісімен ғана емес, сонымен қатар таптырмас емдік әсерімен де танымал. Дәстүрлі медицина ұзақ уақыт бойы қалампырды әртүрлі ауруларды емдеу үшін қолданған болатын. Тек бір бүршіктің өзінде көптеген қоректік заттар бар. Оларда бета-каротин, барлық Б дәрумендері, аскорбин қышқылы, Е және К дәрумендері бар. Қалампыр құрамында калий, кальций, натрий, магний, фосфор, темір, марганец, мыс, селен және мырыш сияқты пайдалы минералдар да өте көп. Сонымен қатар омега-3 және омега-6 поли қанықпаған май қышқылдары да бар. Тағы 20% эфир майларынан тұрады. Олардың құрамында эвгенол, кариофилин және иланген хош иісті заттары бар. Олардың арқасында дәмдеуіш өте жақсы және өте күшті иіс шығарады. Эвгенол тоник және бактерияға қарсы әсерге ие. Жүйке жүйесі мен психикаға жағымды әсер етеді. Дәмдеуіш бактерицидтік және саңырауқұлаққа қарсы қасиеттерге ие. Әртүрлі грибоктар және вирустармен күреседі. Антигельминттік қасиеттеріне байланысты паразиттер мен олардың қалдық токсиндерін жоюға көмектеседі. Жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Айқын анальгетикалық және антиспазматикалық әсерге ие. Жараларды емдеуге және газ түзілуін азайтуға қабілетті. Қалампырды қалай және не үшін шайнау керек? Барлық пайдасын алу үшін қалампырды шайнау керек. Мұны істеу үшін сіз аузыңызға бірнеше құрғақ қалампыр салып, оларды мүмкіндігінше шайнауға болады. Сілекейдің әсерінен қалампырдың барлық пайдалы заттары тікелей қанға және одан ары бүкіл денеге енеді. Ал шайнап болғаннан кейін қалған бүршіктерді түкіріп тастау керек. Сонымен бұл әдіс қандай ауруларға көмектеседі? Қалампыр осындай патогендерге қарсы өте тиімді. Олар алтын және ақ стафилококк, дифтерия және туберкулез таяқшасы, тіпті сібір жарасының қоздырғыштары. Қалампырды жеген кезде ас қорыту шырындарының өндірісі ынталандырылады. Бұл қышқылдығы төмен және тәбеті төмендеген гастритке пайдалы болып келеді. Бірақ қышқылдық пен асқазан жарасының жоғарылауымен бұл өнімді қолдануға болмайды. Қалампыр тоқ ішек және ішек ұстамасын, қабынуды, метеоризмді, тік ішек ауруларын емдеуде жақсы қолданылады. Сондай-ақ қалампыр асқазан ішек жолдарының бұлшық еттерінің спазмын жеңілдетуге қабілетті болып келеді. Иммунитетті арттыруға, дененің қорғанысын нығайтуға, тыныс алу және тамақ ауруларын алдын алуға жақсы көмектеседі. Сондай-ақ қан тамырлары мен шеміршек тіндерінің қабырғаларын нығайтады. Өт қабының жұмысын жақсартады. Өт айдағыш қасиетке ие және бүйректің жұмысын ынталандырады. Бауырды улы өнімдерден, әсіресе дәрі-дәрмектер мен алкогольдің әсерінен қорғайды. Созылмалы вирустық гепатит пен цирроздың салдарынан бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Бұл дәмдеуіш тіс ауруын жеңілдетеді. Қызыл иекке пайдалы әсер етеді. Гингивит және пародонтит үшін қолданылады. Кептірілген қалампыр бүршіктері зиянды бактерияларды жояды және жағымсыз иісті кетіреді. Ауырсынуды басады және тіс тасының пайда болуын азайтады. Ол канцерогендерге қарсы агент ретінде эвгенолдың арқасында рак клеткаларының өсуімен тиімді күреседі. Сонымен қатар ол спазмды азайтады және жеңілдетеді. Босаңсытады және сонымен бірге сергітеді. Сүйектің қажетті тығыздығын, шеміршектің серпімділігін қамтамасыз етеді. Ал бұл сынықтарды болдырмайды. Буындардың қозғалтқыштығын сақтайды. Сонымен бірге ол гинекологиялық ауруларды емдеуде қолданылады. Дәмдеуіш етеккір циклын қалыпқа келтіреді. Менопауза мен етеккір алдындағы синдромның белгілерін жеңілдетеді. Бұл простатиттің алдын алудың тамаша құралы болып табылады. Артық сұйықтықты кетіреді және аллергиялық бейімділікті төмендетеді. Қалампыр қосылған пайдалы рецепттер. Бірінші, тамырлар мен жүректі нығайту үшін.
500 мл қызыл шарап дайындаңыз. 5 кептірілген қалампыр бүршігін қосыңыз. Жарты шай қасық корица салыңыз және қақпақты мықтап жауып, қараңғы салқын жерде 3-4 апта тұндырыңыз. Дайын тұнбаны алып 1 шай қасықтан күніне 3 рет жасыл шайға қосып ішуге болады. Екінші, паразиттерге қарсы. Гельминттерден құтылу үшін тамақтанудан жарты сағат бұрын кептірілген қалампырдың 3-4 бүршігін шайнау жеткілікті. Егер денеде құрттар болса, процедураны күніне 2 рет қайталау керек. Үшінші, панкреатит кезінде 20 кептірілген қалампыр бүршігін дайындаңыз. Оған суық қайнаған су құйыңыз. Сосын тұнбаны қараңғы жерде 10 сағат бойы ұстап тұру керек. Дайын болғаннан кейін оны тамақтанудан жарты сағат бұрын күніне 3 рет бір ас қасықтан тұтынып отыру керек. Төртінші, қант диабеті кезінде. Қант диабеті кезінде организмді қолдау үшін келесі тұнбаны дайындауға болады. 20 бүршік хош иісті дәмдеуіштерге 1 стакан ыстық қайнаған су құйыңыз. 12 сағат тұндырыңыз. Содан кейін дайын тұнбаны күніне 2 рет ішіп отырыңыз. Емдеу ұзаққа созылу керек, кем дегенде 6 айға. Бесінші, суық тию және вирустық аурулар кезінде. Мұны істеу үшін 10 грамм жасыл шай, 5-6 қалампыр бүршігі, 3 лавр жапырағы, аздап туралған зімбір тамырын алыңыз да бүкіл қоспаны жарты литр қайнаған сумен құйыңыз. 3 сағат ұстаңыз. Қайнатпаны сүзіп алып, сол жерге аздап жаңа сығылған лимон шырынын және 1 ас қасық табиғи балды қосыңыз. Мұндай шайды тамақтан кейін күніне 3 рет ыстық күйде ішіп отыру керек. Алтыншы, әртүрлі ауырсынуды жеңілдету үшін, мысалы тіс, бас немесе буын, ұнтақталған қалампырды өсімдік майымен немесе креммен паста күйіне жеткенше дейін араластырыңыз. Дайын өнімді ауырған жерге жағып 20 минутқа қалдырыңыз. Бұлшық ет немесе буын ауруларын жеңілдету үшін қоспаны дененің ауыратын жеріне жағып, әсерді күшейту үшін массаж жасау керек. Бірнеше минуттан соң бұл ауырсынуды жеңілдетуге және әл-ауқатты жақсартуға көмектеседі. Жетінші, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсарту үшін. Тамақтанудан 20 минут бұрын 2 бүршік алып, оларды шай қасық балмен бірге шайнау керек. Осылайша ас қорыту процестерін ынталандырады және метаболизмді қалыпқа келтіру арқылы артық салмақтан тез арылуға болады. Сонымен қатар бұл әдіспен қышқылдығы төмен гастритті, метеоризм мен колитті емдеуге де болады. Қалампырды тұтынудың ықтимал зияны. Қалампырдың барлық пайдалы қасиеттеріне қарамастан, ол кейбір жағдайларда денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін. Ең алдымен қалампыр кейбір адамдарда аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Себебі оның айқын хош иісі бар екендігін атап өткен жөн. Сондай-ақ дәмдеуішті жүктілік және лактация кезінде, 3 жасқа дейінгі балаларға, жеке төзімсіздік кезінде, сонымен қатар асқазан немесе ішек жарасы болған кезде қолдануға тыйым салынады. Қалампыр қан қысымын жоғарылататындықтан, оны гипертониялық науқастарға да қолдануға болмайды. Сондықтан қалампырды дәрі немесе дәмдеуіш ретінде қолданыр алдында дәрігермен кеңесіп алған жөн. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнамызға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.